Әр балаға 70.000 теңге төленетіні рас па? Бүгінде әлеуметтік желілерде желде есіп тұрған неше түрлі хабарламалар көп. Оған сенетіндердің қарасы да қалың. Әрі сондай хабарларды ерінбей тарататындар да баршылық. Жуырда отбасындағы әр балаға 70.000 теңгеден беріледі екен. Бұл заң шілде айында күшіне енеді деген сарында WhatsApp'та хабарлама тарады. Әйелдер қауымы бір-бірінен сүйінші сұрап жатты. Расында да бұл ақпар шындыққа жанасады ма? Әр балаға 70.000 теңгеден берілетіні рас па? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ең әуелі тек ресми органдардың ақпарына ғана сенуге шақырамыз. Одан бөлек, қоғамда дүрлігу тудыратын жалған ақпар тарату заңмен қудаланатынын да еске саламыз. Аталмыш хабарламаға Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі түсініктеме берді. Мессенджерлерде және әлеуметтік желілерде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі балаларға арналған бірыңғай жәрдемақыны енгізеді деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Жедел мессенджерлерде және әлеуметтік желілерде Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2024 жылдың шілдесінен бастап отбасындағы әр балаға 70.000 теңге көлемінде бір реттік жәрдемақыны енгізгені туралы дауыстық хабарламалар мен бейнематериалдар түріндегі жалған ақпарат таратылуда. Бұл ақпарат жалған. Қажетті мемлекеттік қолдау шаралары туралы ресми ақпарат тек 1414 нөмірінен SMS хабарламалар арқылы таратылады. Азаматтарды тек ресми дереккөздерден алынған ақпаратқа сенуді сұраймыз. Жалған ақпарат таратқандар заң бойынша жауапкершілікке тартылатынын еске саламыз, делінген Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі таратқан хабарда. Сондықтан да тек қана мемлекеттік ресми органдардың ғана хабарына сенуді еске саламыз. Ал түрлі бағыттағы жалған хабарлар тарату жауапкершілікке әкеп соқтыратынын тағы да еске саламыз.